Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен 8-ші сынып физикасы бойынша видео роликтарды жалғастыратын боламыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз ол диффузия. Осы кішігірім видео арқылы диффузияны түсіндіретін боламыз. Енді егер де анықтамасына келсек, бір заттың молекулалары мен атомдарының басқа бір заттың молекулалары мен атомдарымен өзара араласу процесі, соның нәтижесінде бөлшектердің бүкіл аймақта бір қалыпты таралуы жүзеге асады дейді. Енді мінеки осы жерде бізде бір симуляция бар, соны қарастырып көтейік. Мінеки осы жерде екі әртүрлі мысалы газ бар. Көк газ және де мысалы қызыл түсті бөлшектер екінші газ. Енді осы жерде олардың арасында белгілі бір қабырға бар. Енді егер де осы біз қабырғаны алып тастасақ, көріп отырғанымыздай көк пен осы қызыл бөлшектер өзара алмасады екен. Егер де мысалы біз екі газды алсақ, немесе екі сұйықтықты, осы екі сұйықтық осылайша молекулалары өзара бір-бірімен араласады да, яғни осы жерде диффузия құбылысы пайда болады. Оның мысалы ретінде біздің кәдімгі иіссуды айтуға болады. Яғни иіссудың молекулалары ол бізде бүкіл мысалы бөлме бойынша таралады да, біз оның иісін сезінеміз сияқты. Енді егер де біз олардың температурасын жоғарылатсақ, мінеки температураларын жоғарылатсақ, және де мысалы осы жердегі қабырғаны алып тастақ, біздің диффузия процесі шапшаңырақ жүреді. Егер де қарасақ, молекулалар өзара бір-бірімен өте тез алмасты екен. Енді оны қарапайым мысал ретінде неде қарастырайық? Осы келесі бір видеода қарастыратын боламыз. Мінеки осы жерде екі стақан бізде бар, біреуі суық су, екіншісі де ыстық су болып табылады. Егер де мұнда сияны тамылсақ, енді қараймыз. Ыстық суда сия онша тез араласпайды екен, суық суда. Ал егер де ыстық суды қарасақ, осы жердегі осы көк сия, оның молекулалары өте тез судың молекулаларымен араласады, егер де қарасақ, ол тіпті жоғалып кетеді. Бірақ та біздің суымыз ол осындай күлгін бір түске боянады екен. Мынау жерде ол араласпайды екен. Мінеки осылайша біз сіздермен диффузия құбылысын анықтаған болатынбыз, яғни бір заттың молекулалары екінші атомдар молекулаларымен араласуы. Енді егер де қарасақ, осы диффузия ол барлық агрегаттық күйелерде орындай алады, яғни қатты, сұйық және де газ заттарда. Назарларыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.